бір жасағаннан шығатын классический сметанник жасаймыз. Ол үшін бізге сливочный масломызды, маргарин да жарай береді. Отта ерітіп, ішіне бір пиала қантымызды қосып венчикпен жақсылап араластырып, суытып, суығаннан кейін 2 жұмыртқамызды, разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қолға жабыспайтын видеодағыдай жұмсақ қамыр илейміз. Салмасына мен жұмыртқаларым кішкене болғандықтан 5 жұмыртқа, 1 пиала шекер және 20% сметана, крахмал пайдаландым. Жұмыртқаларымызды жарып, қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып, онан соң крахмалымызды 1 қасық тола 1 қасық салып, араластырып, қаймағымызды салып, салмамызды жақсылап араластырып, дайындап бір шетке қойып қоямыз. Жаңағы қамырымызды алып, ұнның көмегімен, қолдың оқтаудың көмегімен жайып, тапамызды майлап, ішіне қамырымызды жайғастырамыз. Шет-шеттерін бортик жасаймыз. Қолымызбен андай илеп. Сонан соң вилкамен тығып, жаңағы салмамызды салып, 150 градуста 40-45 минуттай қоямыз. Осылай көтеріліп пісуі қажет. Онан соң бөлме температурасында полный суытамыз. Пышақпен де жақсы кесіледі, жұмсақ. Ауызашарға дайындасаңыздар өте керемет пирог. Ас болсын. Каналға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.